Aldar Kosse's coat. A story from Kazakhstan. Listen, read and repeat after me. Тыңдаңыздар, оқыңыздар және мен артынан қайталаңыздар. Aldar Kosse's coat. Aldar Kosse's coat. Алдар Көсенің шапаны туралы оқиға. A story from Kazakhstan. Қазақстан елінде шыққан оқиға, яғни біздің елімізде. Let's watch. Кәнеке қарайық. Алдар Көсе келе жатыр. My coat is old. My horse is old. Не деп айтты кәнеке? Оқиық. My coat is old. My horse is old. Менің шапаным ескі. Менің жылқым ескі деп айтып келе жатыр, иә? Бай келе жатыр. Алдарға бір ой келді. Яғни қитұрқы ой. What's the matter? What's the matter? Repeat after me. Мен артынан қайталаңыздар. What's the matter? Не болды? I'm very hot. I'm very hot. Мен ыстықтап тұрмын. Мен ысылап тұрмын дейді. But your coat is very old. But your coat is very old. Бірақ сенің шапаның өте ескі. Yes, but it's a magic coat. Yes, but it's a magic coat. Yeah, бірақ бұл сиқырлы шапан дейді. Can I buy your coat? Can I buy your coat? Can I buy your coat? Мен сенің шапаныңды сатып алсам болады ма? Деп сұрап жатыр. No, you can't. No, you can't. Жоқ, сатып ала алмайсың дейді Алдар. Please, take my coat, my horse, and my gold too. Please, take my coat, my horse, and my gold too. Өтінемін, менің шапанымды ал, менің жылқымды және менің алтынымды ал, деп бай ұсынды, иә? Okay then. Here is my coat. Жақсы, бұл міне менің шапаным. Thank you. Рахмет. I am very happy. I am very happy. I am very happy. Мен сондай бақыттымын. Немесе өте I бақыттымын. am very happy too. I am very happy too. Ха-ха-ха деп күліп жатыр, иә? Мен де өте бақыттымын деп мәз болып Алдар кетіп қалды. Яғни Алдар өзінің қитұрқы ойын іске асырды.